Сәлеметсіздер ме құрметті Кенен Әзірбаев атындағы номер 15 орта мектебінің ұстаздары. Алған білімін өмірде қолдана білуді мақсат ететін жаңартылған білім мазмұны аясында бәсекеге қабілетті, болашақ ұрпақты тәрбиелеп оқытатын барша жаңалықтың жаршысы ұстаздарға сәттілік тілеп, қашықтан да оқытып шаршамаған мұғалімге бас иген барша ғаламатты апталығымызды ашық деп жариялаймыз. Мақсаты заман талабына сай білім беру арқылы оқушылар мен әріптестер арасындағы қарым-қатынасты нығайта отырып, өз беттерімен ізденіп, білім алуға деген ынталы, жалынды, болашақты жаңашылдыққа баулу. Апталықтың жоспары, апталықтың ашылуы, ашық сабақтар, поэзия, сен менімен егізбедің, Мұқағали Мақатаев өлеңдерін мәнерлеп айту, вебинар сабақ, дөңгелек үстел. Дүйсенбі 8 ақпан. Сагындыкова Бибігүл Канабековна. Өткенді бекіту, денсаулықты қалай күту керек? Шыныбай Жанна Ізбасарқызы. Нәтиже сабақ. Сейсенбі 9 ақпан. Даукенова Алия Темиртаевна. 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Есенбаева Сабина. 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту. Сәрсенбі 10 ақпан. Төлеубекова Гүлшат Советовна. Қош келдің Наурыз. Шарапова Жанар. Жұрнақ пен жалғау. Романова Айна. Не үйрендім? Ислам Жұлдызай. Тәуелдеулі зат есімдердің септелуі. Бейсенбі 11 ақпан. Шойбекова Жанар Искаковна. Разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Фуралова Клара Ашировна. Қазақтың бас ақыны. Сауытбекова Күляш Бақытжановна. Етістік. Жанқожаева Перизат Жанаткуловна. Тәуелдеулі зат есімдердің септелуі. Акылбекова Мөлдір. Қазақстан көлдері. Жұма. Акашева Динара Адилбаевна. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Құсайынова Махаббат Женисовна. Ор тоқпақ. Оқушыларға қашықтан білім беру. Оқу үдерісінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асырылып отыр. Ұстаздарымыздың еңбектеріне сәттілік тілей отырып, бастауыш сынып бірлестігінің апталығын ашық деп жариялаймыз. Апталықтың ашылуына жауапты 1-ші сынып мұғалімдері.